Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен бірге шелпек дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар 200 грамм су, 200 грамм сүт, 1,5 ас қасық құмшекер, 1 ас қасық тұз, 3 ас қасық майонез кез келген, 3 ас қасық сұйық май және 500 грамм ұн керек. Алдымен ыдысымызға суымызды, сүтімізді құйып аламыз. Судың, сүттің ыстық не салқын болуы маңызды емес. Бөлме температурасында болса жарайды. Және қалған ингредиенттің барлығын салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сода салуды ұмытпаңыздар. Аз ғана қасықтың ұшымен қоссаңыздар жеткілікті. Жақсылап араластырып болған соң, оған ұнымызды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамыр 10 минуттай демалу керек. Одан кейін оны әрқайсысы 150 грамм болатындай етіп, бөліктерге бөлеміз. Осылай домалақтап, тағы да 10 минутқа демалуға қойып қоямыз. Бетін жабуды ұмытпаңыздар. 10 минуттан кейін қамырымызды жайып бастаймыз. Жабысып қалмас үшін ұнды себеміз. Және ортасы мен шетінің қалыңдығы бірдей болу керек. Ол үшін біз қамырды айналдырып отырып жаятын боламыз. Жұп-жұқа етіп жайдық. Енді оны қызып тұрған майда екі беті қызарғанша қуыратын боламыз. Өзі тез дайын болады, әрі жұмсақ, әрі дәмді. Оп-оңай дайындауға болады. Сіздермен бірге болған Меруерт. Сау болыңыздар.